Рахмет саған. Енді қанша рет рахмет айтасың? Қаншама рет рахмет айтсам да аздық етеді. Көңіліңе рахмет. Сен бірінші өз уәдеңде тұр. Мен сөзімде тұрам, егер сен уәдеңді орындай алсаң. Шын айтсам, мен уәдем әлде қайда ауырлау. Әжетайды қалаға бар деп көндіру өте қиын. Сен не әжемді қалаға жіберін келмей ме? Ол да бар. Әжетай барда мен өзімді жалғыз сезінбеймін. Кез келген уақытта өзінің ақыл кеңестерін айтады. Ал егер қалаға жіберсем, нағыз сатқынның өзі болам. Сен одан да Ерсұлтанды ойла. Ерсұлтан қалаға академияға оқуға түссе, одан бақытты адам жоқ. Иә, егер түссе. Егер сен тырыссаң, әжем қалаға көшсе, Ерсұлтан қиындықсыз оқуға түседі. Жақсы. Сенің осы көлігің жақсы, кіп-кішкентай боп, бірақ жүрісі мен сияқты. Кейде бір жерде өшіп қалуы мүмкін. Ой бе, ал, кеттік қызым. Дайынсыз ба? Дайынмын. Ал. Ай. Ершу әже, не болып жатыр? Қайда бара жатырсыздар? Шаруа бар. Диас, шайын қайнап тұр. Ана қаймағың тоңазытқышта. Бұзауды босат, су ішсе су бер. Тауықтарға кішкене бидай шаш, білдің бе? Содан кейін мені бір өздеп келсе, неге келдің деп сұра. Әже, өзім жеткізіп тастайын да. Мынау мен салдырлап бір жерде шашылып қаласыздар. Шашылып қалмайды, шашылып қалмайды. Бұл арғымақ сенің ана мәшінелеріңнен артық, білдің бе? Сен бар ғой, е? Ана балалармен тіл табысып жаттығуыңды жаса. Ай, айтпақшы, Ғайшаның үйіне барып, Зейнеп пен Қарлығашты ауданның орталығына апарып кел. Не үшін әже? Не үшін? Енді олар ана сататындарын сатады. Содан түскен ақшаға футболдың керек жарағын алады. Сен оларды апарасың. Олар сатады. Біткеннен кейін үйіне алып қайтасың. Түсіндің бе? Түсіндім әже. Болды онда. Кеттік қызым. Ал. Ал. Қалайсың ей досым? Жақсы, бәрі дұрыс па? Жақсы. Бәрі реттелді айтыр. Дана не болды? Ол дананы қоя берші, ол зағайын. Өзінде не жаңалық? Ауыл қалай? Әжен көнетін түрі бар ма? Әрекеттен басқа ештеңе. Түс қой енді, әрекет түрі әрекет. Бір реті болар. Досым, бір нәрсе айтам, ашыламашы. Айта бер. Ауылға келші. Қалжыңдап тұрсың ба? Жоқ, шын айтам, көмегің керек. Жо, досым, ренжіме, бармаймын ауылға. Өткенде қазы, бауырсақ, қаймақтың дәмі аузыма келсе құшқым келеді шынымен. Ой, сенің асырып айтатын не осы? Иә, күлсейсің, күл. Түсінбейсің ғой сен? Жарайды онда, басқа малын көрермін. Не істетпекшісің мен ауылға шақыр? Досым, сөйтсеңші, онда мына тізімді жазып ал. Ой, не болды мынаған, көз тиді ме? Күн ыстық, моторы қызып кетті. Қазір су тұрсын. Айжантай, Диас екеуің татуластыңдар ма? Жоқ әже, ол маған өтірік айтты. Не деп? Ерсұлтанды оқуға орналастырам деп уәде берген. Тіпті керек адамдармен таныстырам, сөйлесем деген. Бірақ оның бәрі өтірік болып шықты. Өтірік екенін қайдан білдің? Кім айтты оны саған? Жан айтты. Ол тіпті оны орналастыра алмайды деді. Сен сонда Диасқа емес Жанға сенесің бе? Мен Диастың өзімен де сөйлестім. Ол маған, бәрімен сөйлесіп қойдым, шешіп қойдым деді. Бірақ өтірік айтқан көзінен көріп қалдым. Мынауың суыған шығар.
Кеттік көрші ауылға. Шаруа бар. Не шаруа? Көресің ғой. Жан! Жан! Амансың ба балам? Аманбыз апа. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Қалайсың Айжан? Біз саған бір шаруамен келдік. Уақытыңды алмаймыз, айтамыз да кетеміз. Аманшылық па? Аманшылық. Сен дана ауыл футболына ауданның атынан тіркеліпсің. Біз үлгермей қалдық. Балалар жарысқа дайындалып жатыр. Көңілдері қалмасын. Менің ана жүгірмектерімді командаңа алсаңшы. Енді қай ауыл болса да бәріміз бір ауданның атынан барамыз ғой. Әже, маған көп адам керек емес. Енді керегін алайын. Оған қоса көмекші іздестіріп жатырмын. Келіссе егер. Балам, енді сенің енді біраз балаларың қалаға көшіп жатыр дейді, ойыншылар керек дейді. Менің балаларым керемет ойнайды. Жетеуін ал, біреу запаста отырар. Әже, сіз ренжімеңіз әрине. Бірақ сіздің балаларыңызды алғанымша ойынға қатыспай-ақ қойғаным дұрыс. Маған кім керек екенін білесіздер. Ерсұлтанды берсеңіздер, Ерсұлтанды алайын. Қалғаны қызық емес. Түсінесіз бе, әже? Сіздің көзіңіз көрмейді. Сіздің ойыңызша бәрі жақсы ойнайды деп ойлайсыз, бірақ ол мүлдем олай емес. Балам, менің көзім көрмейді, бірақ көкірегім ояу. Кімнің адал, кімнің арам екенін көріп тұрамын. Айжан, кеттік. Уақытыңды алсақ ренжіме. Кешікті ғой. Ештеңе етпейді. Көлігі жақсы, тез-ақ жетеміз. Жол уақытын есептеп, кеш шығып жатқан шығар. Апармайым десеш. Кенже әжеге қарсы шығып бас екеумес шығар. Апар деп айтамын деді ғой. Иә, бір жағынан ол да рас шығар. Иә. Базарға ертерек бару керек. Әйтпесе орын болмай қалады. Әй, Сайлаубекті танимын ғой, орын тауып бер десе тауып береді. Әй, жүріңдерші, одан да бар ғой, тәттілеп, қаймақ қосып шай ішейік. Ей, мыналарды не істейміз? Әй, кім ала қояр дейсің? Тұрсын. Жүріңдерші. Шай ішейік. Жарайды, Шай ішейік кіріңдер. Жүріңіз апа. Әже! Әже! Сөмкеңіз бренді бұйма, аға. Қалайсың, досым? Жақсы, өзің қайсың? Жақсы шүкір.
келмеймін деп жүрді. Кел дегенде ұшып келіпсің ғой. Сен не? Футбол тастап, ала дорба көтеріп базарға шығып жүрсің. Әжелер ғой. Мыналардың барлығын сатып, ана балаларға керек жарақ аламыз дейді. Жақсы. Дұрыс қой енді. Сен секілді жаттықтырушылары бар кезде ол кісілердің болашаққа деген үміттері пайда болады ғой. Бәрі бекер сияқты. Неге? Енді білесің ғой, мыналарды дайындап жүргенде менің қаладағы жұмыстарым ақсап қалып жатыр. Оның үстіне ана әжемнің де көзіне тұрсақ көңіл бөле алмай жүрмін. Сен уайымдама. Бәрі жақсы болады. Әжеңді де қаратасың, футболыңды да реттейсің. Айтпақшы, мен қаладан бір жақсы дәрігер тауып алдым. Көз көрмей қалған адамдарды емдеп жатыр дейді ғой. Бар ғой. Бірақ өзімнің ойлағанымды ойдағыдай іске асыратынына күмәнім бар. Сен күмәнданба? Неге күмәнданасың сен, досым? Ештеңе бекер болмайды. Бекер емес дейсің ғой. Әрине. Сен одан да футболдағыдай ұпайларыңды реттеп, жеңіп шықсаңшы. Болды. Сен кәдімгідей тұра жақсы сөйлейтін болыпсың, ә? Ауыл жағып тұр. Ойланып кеткенсің ғой. Өткендегіден алған сабағым ғой. Сенің заттарыңды алып келдім. Қалды ғой. Маған теп жақтың бірінші. Жүр жарайды. Ұста. Дөрек. Мен машинаны жасатып жүрген досым. Артымнан жүр. Жарайды. Тордың өлшемі дәргелетін сияқты. Солай ма? Жақсы екен онда, Дұрыс болды. Мынаның бәрі бізге емес жаңа ма? Иә, жамырамаңдар, тұрыңдар. Жеге. Бірақ. Мәт саған рахмет жасай, рахмет. Көп рахмет, біз енді бұрғыда да жақсы дайындаламыз. Мынаны әжем көрсе таңғалатын болды ғой. Мен кеше тура осына аяқ киімді инстадан көріп едім, бірақ бағасын көріп шошып кеткем. Сен капитаның емес пе? Неге кешігіп жүр? Ерсұлтан, не істеп жүрсің? Маса. Ерсұлтан көрінде жаттықтырушы бізді қолдады. Жаттықтырушы деп осыны айтады. Нағыз жаттықтырушы. Ол ешқандай да нағыз жаттықтырушы емес. Ол барып тұрған Суайттың өзі. Ерсұлтан, не етіп кеттің? Қайда Суайт? Егер олай болатын болса, мұнан бәрін әкелмес еді ғой. Біз ешкімнен кем қалмас деп осы заттарды алып келген жоқ па? Ол біз үшін емес, өзінің кенже әжесін қалаға алып кету үшін істеп жүр осының бәрін. Өтірік дегенші. Мен кеше олардың Айжанмен сөйлескенін естідім. Олар кенже әжені қалаға алып кетеміз деп келісіпті. Болды. Енді кенже әже кеткен күні жасаға бізді тастайды. Енді оның біздің арманымызға түкіргені бар. Жас. Саған не болған? Мыналардың айтып тұрғаны рас па? Түсінікті. Сенден мұндайды күтпеген едім. Жарайды, маған ешкім естімесін. Адам ұқсап шешсең болады ғой. Балам? Балам? Не болды? Әже, мен өткір футболды ойнағым келмейді. Неге? Себебі менің футболшы болам деген арманым түкке де тұрмайды. Мен осы шөп басқан алаңнан қараттап шықпаймын. Армандағым келмейді. Балам, арманға жету сен ойлағандай оңай емес. Арманға жету үшін адал болу керек. Шаршамай көп еңбек ету керек. Армандадан жалықпау керек. Диас? Ау,
жаттығуларды жалғастырамыз ғой, иә? Иә. Ақылдым менің. Менің жасым чемпион болады. Мен оған сенем. Ол ешқандай да нағыз жаттықтырушы емес. Ол барып тұрған Суайттың өзі. Енді оның біздің арманымызға түкіргені бар. Шөліміз әбден қанды. Біраз отырып қаппыз. Иә. Ой, осы Ғайшаның шайын ішкен дәрманда, ішпеген дәрманда ғой. Ой, Зейнеп айтпаш. Менің ашуым басылып, мына басымның ауырғаны қойып, жүрегім бір тынышталып қалды ғой. Жақсы болған екен. Ана жүгірмек болмағанда, жүйкеміз де тыныш болады. Иә. Ой, ақырда бір базарға кешіккен екенбіз. Онда бәрің жиналып маған жүн түтіп берсеңдерші. Әкел онда, 5 көрпеліп, жүніңді түк таста. Жүргеттік. Айтпақшы, менің ана дорбамның ішінде көзілдірігім бар еді ғой. Жүріңдер. Мына жердегі сумкам қайда? Сен алдың ба? Жоқ, мен алған жоқпын. Осы жерде тұрған. Басқа жерге қойған шығар біз. Не жоға осы жерде тұрған? Біреу алып кетті. Ой, алжыма. Ауылда құра-құрағын кімді көріп едің? Қайда енді? Онда біреу алып кеткен шығар сатуға. Алло. Кенже? Масқара болдық. Сатуға қойған құрақтарымыз жоқ. Солай жоқ. Ана есік алдына шығарып қойғанбыз ғой. Сенің әлгің келмегесін шай шектеп үйге кіріп шыққанбыз. Шықсақ жоқ. Жақсы. Не деді? Табыңдар дейді. Қайдан іздейміз енді? Онда жаңасын деге. Ой, сен де бір. Әжетай, сіз үйге кіріп демалып алыңыз. Мен бұзауды өзім алып келем. Сосын шай ішейік. Ой, рахмет айналайын. Сен болмасаң не істер едім? Айтпақшы, Әжетай, Ау, 14-ші кілт бар ма? ой, білмеймін оларыңды. Мына әмірдің көлігінен көрсеңші. Сонда бар шығар. Әжетай, Ау, құрақ көрпелер мұнда тұр ғой. қандай құрақ көрпе? Бағанағы Ғайша әже іздеп жүрген құрақ көрпелер әмірдің көлігінің артында тұр. Ойбай, мыналар не қылып жатыр мына жерде? Зия сорлап кеткен бе сонда? Ой, Әже, көліктің артын неге аштыңыз? жаттығуың бітті ме? Оны шешеді мен емес. Кім шешеді сонда? Менен басқалар шешеді. Әжелерінің көрпесін ұрла, әжелеріне кедергі жаса деп сол басқаларың айтты ма? Әже не деп тұрсыз, түсінсем жүрмасын. Әжелер құрақ көрпені сатып, балаларына киім алып бергісі келген. Ал сен оны ұрлап кеткенсің. Енді ауылды шулатып жүр, көрпелерім қайда деп. Қандай құрақ, қандай көрпе, былай тұрыңыздаршы. Қыздар, жаңа көрпенің мәселесін не істейміз? Айғанын қайдан білем? Аян алма тігіп берем деп еді ғой. Ғайша, Ау? сенің балаң келді. Мына бала әжелерін сағынған екен ғой. Ой, екі дорба заты бар. Ғайша әжесін әкелді ау дейін. Қалаларыңыз қалай, әжелерім? Әже деген тіліңнен айналайын. Тәтті қылымшақ. Қалымыз жақсы жаным, өзің қалың қалай? Қаладан не алып келдің? Ана, дияс.
балаларға футболка, форма, доп алып келші деп тапсырыс берген ғой. Солай ма? солай ма? Иә. Мынау жақсы жаңалық екен, Көсеген көгерсін. Балалар бір қуанып қалатын болды ау. Ой, білмеймін әже. Балалар қатты қуанбаған сияқты. Неге? Мыналардың бәрінен бас тартты ғой балалар. Ой, Айжантай, көзім қарауыт, ештеңе көрмей қалды. Әжетай, бұлай болмайды, сізге қаралу керек. Диасқа айтайық. Айтпашы Диасыңды. Ана жүгірмектерді кімге қалдырам, кімге тастайым? Диастың түрі мынау болды. Ұрлықшы болып шықты ғой. Масқара, мен оны осылай тәрбиелеп пем. Қай жерден қателік жібердім. Енже, сен балаңды бекер кінәлама. Сен Диасты өте жақсы тәрбиелегенсің. Сенің Диас балаң, мына біздің ауылдың балаларынан, сонау қаладан қаншама заттар алдыртқан. Сапасы шіркін енді бар, керемет. Не керектің барлығы бар. Бірақ ана біздің ақмақтар сол заттарды алмай кетіп қалып, тіпті бар ғой, жатуға да қатыспаған ғой. Мен балама ұрысың деп жүрсем, тілім тиіп кетті ғой балама. Соншама кінә тағып. Ай, Құдайым, мына болмады ғой. Елге танымал футболшы Диас Сейтімбет не себептен жападан жалғыз отыр екен? Қайша әжей келді. Сосын? Сен тапсырысында ау келді. Әжеге көрсетті. Сосын? Ұлдар аланда жүгіріп жүр. 10 айналым. 10 айналым азыларға. Тағы жүрсін. Қатыгез. Кешірімді болу керек, Диас мырза. Ерсұлтан, саған не болды? Не істесе де маған бәрібір. Ол өзінше адам. Бір, екіншіден барлығын өзі үшін ғана істеп жатыр. Неге заттар әкелді деп сонша жағынасыңдар оған? Мен ба жағынып жүрген? Бәрі, сен де барсың ішінде. Қателеспе, ол жағыну деген емес. Мен де сен сияқты бір қырсықтың бірімін. Бағана жан келген. Сенің командасына қосқысы келіп жатыр. Сен не дедің? Әрине жоқ дедім. Дұрыс істегенсің. Бірақ кейін әжеге сатқындық жасағаның дұрыс емес. Диаспен саудаласып не керегі бар? Ол тас жүрек. Менде басқа амал болған жоқ. Мен кенже әжеге бәрін басынан бастап айтып бергенмін. Білесің бе, ренжітіп, аузына келгенді айту өте оңай. Ал бұның бәрін реттеу қиын.